Саламатсыздар ма оқушылар? 59-шы есептің шығарылуын қарастырамыз. Калий нитратының 200 грамм 2% және 100 грамм 5% ерітінділерін қосқанда алынған ерітіндідегі калий нитратының массалық үлесі. Берілгені масса 1 калий нитраты, ерітінді 200 грамм екен. Ондағы еріген заттың масса үлесі 2%. Екінші, калий нитраты ерітіндісінің массасы 100 грамм екен. Ондағы үлесі 5%. Табу керек. Араластырғаннан кейінгі еріген заттың массалық үлесі. 2-ні 2-ге көбейтеміз. 4. Сонда бірінші ерітіндіде 4 грамм калий нитраты бар. Қосу. 5 жердегі біріңіз 5. Екінші ерітіндіде 5 грамм калий нитраты бар екен. Тең 9 грамм еріген зат болды. 9 граммыңыз x% құрайды. 200-ге 100 қоссаңыз 300. 300 граммыңыз 100% құрайды. X тең 9-ды 100-ге көбейсек 900, оны 300-ге бөлсек 3%.